Кимешегіміздің төбесін тоқып алдық. Енді мына схема бойынша кимешегіміздің маңдай жағын тоқимыз. Мына біздің тоқып алған кимешегіміздің төбесі. Ал ең алғаш қазір біз 10-шы қатарды тоқып жатырмыз. Схема бойынша 10-шы қатар деп тұр, бірақ менде бұл 12-ші қатар. Себебі мен төбесінде 2 қатар артық тоқыдым. Сіздер мүмкін сіздерде 10-шы қатар болуы мүмкін. Қалың жіппен тоқысаңыздар осылай болады. Енді 1, 2, 3, 4, 5 бос шалма аламыз да төменнен 2, 1, 2 ілмек тастайсыздар да 3-ші ілмектен бір шалмалы бағаншадан мінекей бір бағанша тоқисыздар. Соң бір бос шалма аламыз. Келесі ілмекті тастаймыз да 2-ші ілмектен бір бағанша тоқимыз. Соң 1, 2 бос шалма аламыз. 1, 2 ілмек тастап 3-ші ілмектен бір бағанша тоқимыз. 1 бос шалма аламыз да төменнен біреуін тастайсыздар да 2-ші ілмектен бір бағанша тоқисыздар. Осылай бір үлкен, бір кіші осындай ұяшықтар пайда болады. Осы қатардың соңында осылай бір үлкен және бір кіші ұяшықтар пайда болуға қажет. Яғни төменеки бір бағанша тоқығаннан кейін бір бос шалма аласыздар ғой. Соның тура төменгі жағынан бір ілмекті тастап кетесіздер. Соң бір бағанша тоқисыздар. 2 бос шалма алсаңыздар, төменнен 2-ін тастап кетесіздер. Мінекей 12-ші қатарымды тоқыдым. Осы қатарда мұқият болуыңыз қажет. Яғни бір үлкен, бір кішкентай осындай ұяшықтар пайда болу керек. Егер осы жерде қателесіп кетсеңіздер, сіздердің келесі өрнектеріңіз дұрыс шықпайды. Сондықтан да осы қатарда ерінбей қарап санап шығыңыздар. Ең соңында біздер мына жерде үлкен ұяшықтан тоқыдық қой, бастадық қой. Енді соңғысы бізде кішкентай ұяшықпен аяқталу керек. Осылай дұрыс шығу қажет. Егер сіздерде менде дұрыс келді, үлкен, кіші болыпты. Егер сіздерде осы жерде дұрыс келмей жатырса, мына жерде қараңыздар. Мына жерде 2 үлкен қатар аяқталатын болса, онда мына жерде бір басты былай жылжытып, осылай тура қылуыңыз қажет. Үлкен ұяшықпен бастасаңыздар, міндетті түрде кішкентай ұяшықпенен аяқталу қажет. Себебі өрнегіміз дұрыс шығу қажет бізге. Енді келесі өрнекке өтеміз. Өрнекке өтуіміз үшін мына үлкен ұяшыққа өтесіздер. Жұмысшы жіпті үлкен ұяшыққа алып келеміз. Және осы жерден өрнегімізді бастаймыз. Алғаш 1, 2, 3 бос шалма аламыз. Осы ұяшықтан және бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимыз да ортаға бір бос шалма аласыздар. Және осы ұяшықтан 2 бағанша тоқимыз. 1, 2. Сонда бізде бір ұяшықта 4 бағанша, ортасында бір бос шалма болады. 4 бағанша тұрады және бір бос шалма. Тура осылай осы қатардың соңына дейін тоқисыздар. Үлкен ұяшықтан тоқисыздар. Келесі жанындағы кішкентай ұяшықта тоқымайсыздар. Бұны тастап кетесіздер да келесі үлкен ұяшыққа осылай секіріп өтесіздер. Осы ұяшықтан 4 бағанша тоқисыз. 2-ден кейін бір бос шалма алуды ұмытпаймыз. Және тура осы жерден 2 бағанша тоқисыздар. Келесі кішкентай ұяшықты тоқымайсыздар да тастап кетесіздер. Үлкен ұяшыққа тоқисыздар. Осылай түгел кішкентай ұяшықтардың бәрін осылай тастап кетіп, тек қана үлкен ұяшықтардың ішінен осылай тоқып шығасыздар 4 бағанша қылып.
Егер осы екі бағаншадан кейін сіздерде екі бос шалма алатын болсаңыздар, осы өрнегімізден кейін осымен кетеді ғой енді түгелдей. Егер екі бос шалма алатын болсаңыздар, кимешегіміздің ең соңында осындай ананас өрнегін тоқитын боламыз ғой. Осы жерлерде шатасып кетесіздер. Екеуі екі түрлі болып кетіп отырады да. Сіздің мына схемаңызбенен ертең мына көрсететін схемада екеуінде кішкене бір бас болса да айырмашылық болады. Сондықтан да осы жерге бір бос шалма алыңыздар, екі бос шалма емес. Өрнегіміздің бірінші қатарын тоқып аяқтадым және үшінші бос шалмаменен біріктіремін. Екінші қатарын тоқу үшін мұқият болыңыздар. Осыдан кейінгі қатарларын көрсетпеймін. Себебі бұдан кейінгі қатарлардың бәрі қайталанады. Бірдей болып қайталанады. Сондықтан да осы жерде мұқият қараңыздар. Әр қатарға келгенде осылай біріктіресіздер. Және мына бірінші ілмектен іліп, жұмысшы жіпті біріктіргіш ілмек арқылы біріктіресіздер. Тоқымайсыздар. Жұмысшы жібімізді мына екі бағаншадан кейінгі бір бос шалма алған жеріміз бар. Мына ұяшығымыз, осы жерге жұмысшы жібімізді алып келеміз. Және 1, 2, 3 бос шалма аласыздар. Тура осы ұяшыққа бір бағанша тоқисыздар. Бір бос шалма аламыз. Және осы ұяшықтан екі бағанша тоқисыз. Сонда жалпы бізде бір ұяшықтан 4 бағанша пайда болу қажет. Осы өрнектен кейін, мына 4 бағанша тоқылған неміз бар ғой, өрнегіміз. Соның ортасында өрнек тастап кетесіздер. Тоқымайсыздар. Мына 4 бағанша алынған жер бар ғой, соның ортасындағы ұяшықтан үнемі осы жерден осы өрнекті қайталайсыздар. Яғни бір ұяшықтың ортасынан екі бағанша аласыздар да, бір бос шалма алып, тура сол жерден және екі бағанша аласыздар. Сонда бір ұяшықтан 4 бағанша алып, осылай өрнегіміздің соңына дейін қайталайсыздар. Міне мынаны тастайсыздар да, мына жерден 4 бағанша тоқимыз. Алғаш екі бағаншамызды тоқимыз. Соң бір бос шалма алып, тура осы жерден екі бағанша тоқисыздар. Осыны бізге қажетті болғанға дейін тоқимыз. Біз қазір мына кимешегіміз ғой. Біз қазір мына кимешегіміздің, міне мына жерін тоқып жатырмыз. Мына өрнектен кейінгі мына узорды тоқыдық қой, өрнекті. Енді осыдан қарап мінекей. Бірінші өрнектен бастап өлшегенімізде менде неше сантиметр болды? Бірінші өрнектен бастағанда 11 сантиметр болды. Яғни сіздерде де осылай 11 сантиметр болу керек. Қасыңыздағы апаларыңызға тоқып жатқан болсаңыздар, өлшеп қараңыздар. Қасына дейін, қастың жоғарғы жағына дейін өлшейсіздер. Қанша сантиметр болады? 11 немесе 12 сантиметр болады. Беті үлкендеу ірі апалар болса, онда 12 сантиметр қылғандарыңыз дұрыс. Жалпы 11-12 сантиметр болады. Осыған дейін тоқисыздар. Менде ол 14 қатар болды. 14 қатар осы өрнекті тоқимыз.